Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде қосымша құн салығы үшін өтемақы төлемін енгізу туралы жалған ақпарат белсенді таратылуда. Белгіленген қаражатты тексеру және аудару үшін белгісіз адамдар қандай да бір сілтемеге өтуді ұсынады. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік көмектің мұндай түрі жоқ екенін хабарлайды. Тиісінше хабарламада көрсетілген сілтеме алаяқтар үшін азаматтардың жеке деректерін алу тәсілі болуы мүмкін. Алаяқтармен өзара әрекеттесуді болдырмау үшін азаматтарға сілтемеге өтпеуге кеңес береміз. Мемлекеттік қолдаудың тиісті шаралары туралы ресми ақпарат тек қана 1414 нөмірінен SMS хабарламалар арқылы таратылады. Азаматтардан тек ресми көздердегі ақпаратты пайдалануын сұраймыз.